Саламатсыңдар ма балалар? Бізде әдебиеттік оқу пәні бойынша 3 сыныптың 70-ші сабағы. Сабағымыздың тақырыбы күш атасы. Ендеше сабағымызды бастайық. Бірінші тапсырма. Қазақша күрес сөзінің мағынасын ашатын сөздерді ата. Қазақша күрестің мағынасын ашатын сөздер: балуан атану, күресу, намысшыл болу, билесу, күші көп болу. Екінші тапсырма. Балуан. Естелік. Қажекең жер шарының 24 елін аралап, олардың балуандарымен белдескен. Алтыны бар, күмісі бар, барлығы 48 медаль алған. Медальдардың ені 1,5 қарыс. Қызыл масаты матаға тағып, кеудесін айналдыра асынып алатын болған. Ол 1905 жылы Қытай еліне барады. Бұл сапарға Ресейден 18 балуан қосылған еді. Құрамында поддубный болмайды. Қажекең ресейлік балуан поддубныймен бірге жүріп күресетін. Жол жүрерде поддубный оған: Қажымұқан, қасындағы серіктерің сенімді жігіттер, бәрі де алып күштің иесі, бірақ олар әлі ысыламаған жас балуандар, сондықтан белдесуге өзің шық дейді. Қажымұқан досының осы сөзін есінен шығармайды. Сайыс Харбин қаласында өтеді. Оған 30-ға жоқ балуан жиналып күш сынасады. Алғашқы күнгі бірер күрестің өзі Ресей балуандарының басымдылығын көрсете бастайды. Арада бірер күн өткен соң кілемге Саракей дейтін балуан шығып ажал күресіне түсетінін айтады. Жапондар оны жейсу дейді екен. Ресей балуандары бұл күрестен бейхабар еді, сондықтан ешкім белсеніп ортаға шыға қоймайды. Саракей болса кілем үстінде жүріп алады. Төрешіде қайта-қайта жар салады. Болмаған соң Қажымұқан тәуелге бел байлап ортаға шығады. Әу дегеннен Саракей мысықша қимылдап балуанды айнала жүреді. Өзіне беймәлім күрестің сырын бағдарламаймын дегенше Қажымұқанның бір жақ беті мен ерні жұлынып қан сорғалайды. Саракей мысықша атылып тиген жерін пышақша тіліп қақ айырады екен. Екінші рет қоңырау соғылғанда Қажымұқан ашуға булығып шындап қайратына мінеді. Денесінің ауырғанын елеместен Саракейді желкесінен бір қойып қалады. Жапон балуаны жеңіліс табады. Серік іші лезде айқай-шуға толып, жапондар қарсылық көрсете бастайды. Ресейдің 18 балуаны ешкімді жолатпай үркердей топтаған күйі цирктен шығып елшер үйіне келеді де түнгі пойызбен кері қайтады. Бәрі қуанышты. Бірі Қажымұқанның жарақатын таңып жатса, бірі сусын береді, енді бірі бетін сүртеді. 5-6 күннен соң Петерборға жетіп, Қажымұқан ауруханада емделеді. Оның ең жақсы деген дәрігері қарап, достары да жалғызсыратпай жиі келіп тұрады. Әсіресе поддубный ертелі-кеш қасынан шықпайды. Ол әркез осыншама күш саған қайдан бітті деп риза көңілмен таңырқап сұрап қояды. Әуелбек Қоңыратбаев. Келесі тапсырма. Суретке қара, мәтінге сүйеніп Қажымұқанды сипаттап айт. Қажымұқан мұңайтпас ұлы қазақ халқының тарихындағы тұңғыш кәсіпқой балуан. Тұтас ғұмырын күрес өнеріне арнап, ұланғайыр жері мен нөшір халқын бірінші болып өзге жұртқа паш еткен. Өзінен бұрынғы қандастары баспаған топырақты басып, көрмеген елді көріп, өзге қазақ тақпаған алтын, күміс медальдарды мойнына тұңғыш ілген Қажымұқан бабамыз. Төртінші тапсырма. Мәтіннің композициялық құрылымына тауда жаса. Құрылымы: басталуы, Қажымұқанның жер шарының балуандармен кездесуі, жалғасуы, 1905 жылы Қытай еліне баруы, поддубный досының айтқан сөзі, аяқталуы, жапон балуаны Саракейді жеңуі. Келесі тапсырма. 5-ші тапсырма. Суретке қара. Мәтіндегі оқиғамен байланысы бар ма? Кіммен күресіп жатқанын болжап көр. Мәтіндегі оқиғамен байланысы бар. Ол Саракеймен күресіп жатыр. 6-шы тапсырма. Мәтінге жоспар құр және әңгімеле. Біріншісі: Қажымұқан Қытай еліне барады. Екіншісі: Саракей жапон балуаны. Үшіншісі: Қажымұқан Саракеймен белдесуі. Төртіншісі: Қажымұқан Саракейді жеңеді. Бесіншісі: Қажымұқан Петерборда ауруханада емделеді. Алтыншысы: досы поддубныйдың досына таң қалады. Осымен тапсырмалар аяқталды. Сабақты соңына дейін көргендеріңе рахмет. Сау болыңдар.